Аспан әлемнің құпиясы өте қызық. Оны зерттеген сайын мамандар адам мен астрологияға қатысты тың да керемет байланыстарға тап болып, таңғалып жатады. Айдың адам баласына әсері бар екенін барлығымыз да білеміз. Зерттеушілер жаңа айдың адамға толған айдан да қатты әсер ететінін анықтады. Бұл құбылыс бірнеше сағат, тіпті бірнеше күнге созылуы мүмкін. Сонымен жаңа ай туғанда неден сақ болу қажет? Ертеректе ай ауытқыған кезде жолға шығатын адам жұлдызшыға барып, жолы болатынын болмайтынын алдын ала болжатып отырған екен. Себебі ай ауытқығанда бастаған ісі оңды нәтиже бермеуі әбден мүмкін. Кәсіпкерлердің кәсібін ай туғанда ашып, ашылу салтанатын, тұсаукесер рәсімін осы уақытта өткізбеген абзал. Себебі болашақта көп кедергіге жолығып, жолыңыз болмауы да ғажап емес. Ай ауытқыған кезде кездесуді белгілемеген жөн. Не күткен адамыңыз келмей қалады, не болмаса сөздеріңіз жараспай, келіспей қалуларыңыз мүмкін. Жолыңыз болмай, мазаңыз қашып, өз-өзіңізден көңілсіз жүрсеңіз, дәрігерге бармас бұрын күнтізбеге қараңыз. Егер ай ауытқуы болса, дәрігерлерді маза алмай қоя тұрыңыз. Бұл айдың ағзаға беріп жатқан әсері. Ай туған шақта дүкеннен жаңа зат сатып алу әрдайым сәтті бола бермейді. Зат ұнамай қалады, немесе сапасыз, болмаса бұйырмай қалуы мүмкін. Ай ауысқанда ауру ұзаққа созылуы мүмкін. Бұл күні адам ағзасы айға байланысты әлсіреп, оның барлық әсерін қабылдайды. Сондықтан оның дауасы қиындау болады. Айдың ағза мен психологияға қаншалықты қатысы бар да зерттеліп қойған. Қызығы сол, ай ауытқыған сәтте қылмыс әдеттегіден 1-3%-ға дейін көп болады екен. Ал бұл кезде басталған процесс дауға ұласып, ұзақ уақытқа дейін шешімін таппайтында белгілі болған. Қайғылы оқиғалар, адамның өз-өзіне қол жұмсауы, жол апаты да ай туына байланысты бар дүние. Себебі бұл кезде адам ауыр психологияда, миы ай тұтқынында болып, өз-өзіне ие бола алмай қалады. Мұны атақты жұлдызшы Феликс Величко да растайды. Болашағыңызға болжам жасатып, балаштырғыңыз келсе, немесе құмалақ салдыратын болсаңыз, ай ауытқыған күні бармаңыз. Жұлдызшының да болжамы ол күні жаңсақ шығады. Ал қате жору ертең сол иықтағы періштенің аумен батасына ілігіп кетсе жаман. Айдың адам баласына әсері көп. Оның сыры жартылай ғана ашылған. Күн сәулесінің жер жүзін жылытып, өліге жан бітіретін сияқты, айдың әлсіз сәулесінің өзі адам бойында бұғып жатқан қоздырғыштарға жан бітіріп, бас көтеруіне себеп болады. Бұл кезде адам өз бойындағы жаман әдетпен күресуге дәрменсіз болады. Бақыт оқиғалардың тізімін жинақтаушы жұлдызшы Феликс күнделікті өмірдегі астрология кітабында сәтсіздіктердің 91-93%-ы ай туған шақта болатынына да көз жеткізген. Мақала авторы Жарас Қасым, оқыған Эльдар Аленов. Құрметті көрермендер, айдың толуына, жаңа айға қатысты тағы да қандай қызықты деректерді білесіздер? Бізбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.